Барлығымыз білетін пәлді пространство дегеніміз не? 2020 жылдан бері қарай Қазақстанның жерінде әулие-әмбиелердің энергиясы көтерілді. Пәлді пространствода соғыс, ажырасу, ұрсу, санасу, менмендік, қырсығу, біреуге бір нәрсе дәлелдеу, өкпе-реніш, жалки энергия, біреуге бір нәрсе дәлелдегің келу, ол энергиялар жұмыс жасамай жатыр. Жұмыс жасамай жатыр дегеніміз не? Ол нәрсе сізге пайда келмейді, яғни сізге мынау ақша, денсаулық, отношенияңызды түземейді, наоборот сізді одан бетер минусқа жібереді. Енді пәлді пространствода алды қарай жылжу үшін не істеу керек? Адамның бойында өз-өзін таңдайтындай, өзімді еске түсіргім келеді, жүрегімді ашқым келеді, путь к себе, яғни өзіме қарай жол жүргім келеді, өзімді таңдағым келеді деген жандар осы пәлді пространствода жоғары энергияға уже көп ақша келе бастайды. Сондықтан да қазір егер сізде ақшадан немесе денсаулық отношенияден қыспақ болып жатса, онда өзіңізді таңдайтын уақыт келді. Өзімді қалай таңдаймын десеңіз, бізде рух кілті мектебінде инструменттер бар. Сол инструментті білу үшін маған комментарийға плюс қалдырсаңыз болады.